Сәлем достар! Бүгінгі видеода біз сіздермен there is there'аны қай кезде және қалай қолданылатыны туралы үйренетін боламыз. Келесі пайдалы видеоны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыздар. Сонымен, there is және there are. Бұл екі құрылым бізде бар деген мағынаны білдіреді. Неге there is және there are деп екіге жіктеп қарастырамыз десеңіздер, there is, яғни ол one thing, бір зат. There is a bottle, бір бутылке бар. There is a bottle, бір бөтелке бар. If we mention two or more things, егер біз екі немесе одан да көп заттар туралы айтып тұрсақ, онда there are, яғни are деген көпше түрін пайдаланамыз. There are two bottles. Екі бөтелке бар. There is a bottle. There is a bottle. I mentioned only one bottle here, yeah. And the second one is there are two bottles. Екі бөтелке. There is a bottle. There are two bottles. One bottle. It is. There is two bottles. There are. Сонымен сіздерге there is және there'ның қалай қолданылатыны түсінікті болды. There is бізде жекеше түрде, there are көпше түрде қолданылады. Сонымен қазір біз there is there are құрылымының қандай жағдайда қолданылатыны туралы айтатын боламыз. Ол бірінші жағдай, there is there'ны біз бір нәрсенің бар екенін айту үшін қолданамыз. Мысал ретінде there are a lot of people. There are a lot of people. Яғни көп адамдар бар. Ол кез келген жерде бар болуы мүмкін. Яғни there is there are бізде бар деген мағынаны білдіреді. Бір ғана нәрсені айтып тұрсақ, there is дейміз. Екі немесе одан да көп нәрсе туралы айтып тұрсақ, there are грамматикалық құрылымын қолданатынымыз. There'ның қолданылатын екінші жағдайы, ол қандай да бір нәрсенің қандай да бір жерде екенін айту үшін қолданамыз. Яғни бір заттың қайда екенін айту үшін біз қолданамыз. Мысалы, there is a bottle, мынау бізде бөтелке. And this bottle is on my desk. Yes. Яғни бұл бөтелке менде партаның үстінде тұр. Яғни мен мұнда бөтелке бар деп айту үшін there is a bottle деп айтамын. There is a bottle on my desk. There is a bottle on my desk. Партамның үстінде бір бөтелке бар. There is a bottle on my desk. Егер мен партамның үстінде екі бөтелке бар екенін айтатын болсам, онда there are two bottles on my desk. There are two bottles on my desk. Партамның үстінде екі бөтелке бар. There is a bottle on my desk. There are two bottles on my desk. There is there арқылы достар біз қандай да бір нәрсенің қай жерде екенін айту үшін қолданамыз. Сонымен бір нәрсенің қайда екенін айту үшін қолданамыз дедік, иә? Мысалы, there is a good restaurant at the end of the street. There is a good restaurant at the end of the street. Көшенің соңында жақсы ресторан бар. Яғни ресторанның қайда екенін айтып тұрмыз. Көшенің соңында. Ол бар. There is, иә? Немесе there are some keys in my bag. There are some keys in my bag. Менің сөмкемнің ішінде бірнеше кілттер бар. Яғни кілттердің қайда екені айтылып жатыр. Сонымен қатар, there is there'ны бір нәрсенің қашан болатынын айтқанда да қолданамыз. Мысалы, there is a concert tonight. There is a concert tonight. Яғни бүгін түнде концерт болады. Концерттің қашан болатынын айтып тұрмыз, иә? Тағы бір мысал, there are a lot of storms in summer. Жазда көп дауыл тұрады. Яғни дауылдың қашан болатынын айтып жатырмыз. Және де біз көбінесе there is there'мен бірге some және any деген сөздерді қолданамыз. Деген ол бізде артикль, белгісіздік артикль және ол біреу деген мағынаны білдіреді, сәйкесінше there is бен бірге қолданады. There is деп сөйлемге басталады, иә, көбінесе. There are деген ол көпше түрде қолданылады, сондықтан да some, any бізде бірнеше деген мағынаны білдіреді. Бірнеше деген ол көп деген сөз, иә. Сонда there are some немесе there aren't any деп қолданамыз. Біреу деген мағынаны білдіреді, some, any бірнеше деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар some бізде болымды сөйлемдерде қолданылады, any болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Сонымен, келесі кестеде some, any және артиклімен бірге there is there'ның қолданылуы мысалдармен көрсетіледі. Мұқият назар аударыңыздар. Достар, ендеше бүгінгі видеомызды қорытындылайық. Сонымен біз бүгін there is there грамматикалық құрылымының қай кезде қолданылатынын үйрендік. Сонымен, жалпы бұл грамматикалық құрылым бар деген мағынаны білдіреді. Және ол біз бір нәрсенің бар екенін айтқан кезде қолданамыз. Екінші жағдайда бір нәрсенің қайда екенін, қай жерде екенін, қай жерде тұрғанын айтқан кезде қолданамыз. Және үшінші жағдай, ол біз there is there грамматикалық құрылымын қандай да бір нәрсенің қашан болатынын айтқанда қолданамыз. Қандай да бір нәрсе деген ол кез келген бір құбылыс болуы мүмкін. There is a person in the room. Бөлмеде адам бар. Бұл жерде адам біреу, сондықтан да алдына артиклі қойылып тұр. Өйткені деген артикль ол біреу деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да there is бен қолданылып тұр. Келесі мысалда there are some cars outside. Далада бірнеше көлік бар. Көліктер көп, сондықтан бірнеше деген алдына some қолданылып тұр. Себебі бұл сөйлем болымды сөйлем. Some бізде болымды сөйлемдермен қолданылады. There aren't any cars outside.
There aren't any cars outside. Далада ешқандай машина жоқ, көліктер жоқ. Бұл жерде there aren't деп болымсыз сөйлем болып тұр, сондықтан да any қолданып тұр. There is some milk in the jug. Құмырада кішкене сүт бар. Бұл жерде сүт саналмайтын зат есім, сондықтан there is-ден кейін қолданылып тұр. Some болып тұр, себебі сөйлем болымды сөйлем. Келесі сөйлем there isn't any milk in the jug. Құмырада ешқандай сүт жоқ. Сөйлем болымсыз сөйлем болғандықтан milk-тың алдына any деген сөз қолданылып тұр. There is бізде жекеше түрмен қолданылады, there көкше түрдегі мағынаны білдіріп, сәйкесінше көкше түрдегі зат есімдермен қолданылады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ал келесі кездегі бізде есімдіктер туралы видео сабақты жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.